Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін біздің есебіміз берілген қосындының мәнін табу. Сонымен, енді бізге осындай қосылымда беріліп тұр екен. Қосындың мәнін қалай табамыз? Ең алдымен қосындың мәні белгілі бір x санына тең деп алайық. Иә. Ал мынандай қосындыларды жүйелі түрде қосу үшін бірінші түбірдің астындағы санды а деп алайық. Екіншісін b деп алайық. Сонда x тең а қосылған b болады. Мұндағы а дегеніміз былайға айтқандай 3-ті желі төбесінде ал қосылған төбесіндегі 847 азайтылған бөлінген 27. b дегеніміз дәл сол секілді минус 847 бөлінген 27. Енді бұл жерде біз нені байқаймыз? Мына екеуі 3 дәрежелі түбірдің астындағы сандар 6 плюс түбір астындағы 847 бөлінген 27 және 6 минус түбір астындағы 847 бөлінген 27. Қысқаша көбейту ережесінің қысқаша көбейту формуласына қатты ұқсайтын бірден байқалады және оны қолдануға болатын түсінікті ол. Ол формула қандай? А минус б көбейтілген а плюс б тең а квадрат минус б квадрат. Енді бұл жерде а мен б деп тұрсақ та, бұл а мен б мына жерде біз теңестірген а мен б-ға тең емес. Олар белгілі бір сандар. Иә. Ал осы формулаға салып екеуін көбейтетін болсақ, бірақ көбейтіп тұрғанда а мен б-ны көбейтетін болсақ, а минус б көбейтілген а плюс б емес. Онда не болады? Онда 3 дәрежелі түбір астындағы 6 қосылған түбір астындағы 847 бөлінген 27 және 6 минус түбір астындағы 847 бөлінген 27 деп шығады. Және енді осы көбейтіліп берген қосындының мен азайтылымның көбейтіндісі мына жердегі а минус б а плюс б-ның көбейтіндісіне тең. Сондықтан оны 3 дәрежелі түбір астындағы 6-ның квадраты минус түбір астындағы 847 бөлінген 27-ның квадраты деуге болады. Енді 6-ның квадраты 36 азайтылған түбір кетіп қалады 847 бөлінген 27. Оны есептейтін болсақ 3 дәрежелі түбір астындағы 125 бөлінген 27 болады. 125 деген 5-тің кубы, ал 27 деген 3-тің кубы. Және 3 дәрежелі түбір бар. 3 дәрежелі түбір. Ал мен бөлімінің дәрежелерін жасқаныстан шығарып жіберсе болады. Және осылай 3 дәрежелі түбірден құйылса болады. Нәтижесі 5 бөлінген 3 немесе 3-тен 5.
ал енді не істесе болады? Енді а мен б-ның көбейтіндісі бізге белгілі болды. Ол 5 бөлінген 3-ке тең. Ал оны қалай қолданамыз? Оны қолдану үшін біз а, мына жаңағы а мен б-ның қандай сандар екеніне назар аударуымыз керек. Ол 3 дәрежелі түбірасындағы сандар. Яғни 3 дәрежелі түбірасындағы сан болғаннан кейін оларды көптап қарастырса болады. Көптап қарастырса есептің шешіміне қалай жетуге болады? Ол үшін а, мына жердегі екеуінің қосындысы x-ке тең деп алдық қой. Егер осы теңдікті көптейтін болсақ, екі жағында көптеу керек. Бір жағында x көп, бір жағында а қосылған b-ның көбі болады. Ал бұл бізде қайтадан қысқаша көбейту формуласы. А куб қосылған b куб қосылған 3а квадрат b қосылған 3b квадрат а. Бұл жерден а куб пен b куб қала берсін. Ал мына жерде қосылғыштардың ортақ элементтері бар. Оларды жақсының сыртына шығарып жіберсе болады. Олар 3а b және а қосылған b. Сонда бізде не қалады? Сонда бізде x куб қалады. Және орындарына қоятын болсақ, а куб дегеніміз 6 қосылған төрасындағы 847 бөлінген 27. Иә, әзірге түбір сан бар, бірақ оған алаңдамаңыздар, себебі b кубымызды жазатын болсақ, ол 6 азайтылған төрасындағы 847 бөлінген 27. Мына екі сан бірден байқаймыз, қысқарып кетеді. Келесі 3 көбейтілген а мен б-ның көбейтіндісі. Ол бізде белгілі 5 бөлінген 3-ке тең. Және қосылған b-ға көбейтіліп тұр. Ал ол x-ке тең. Мына жердегі 3 пен 3 қысқарса, онда бізде не қалады? Онда бізде x куб қалады. Тең 6 мен 6-ның қосындысы 12 қосылған 5x. Айнымалы барлық элементтерді теңдіктің сол жағына ауыстырып жібереміз. Қалай болады? Мына жерде 5x ауыстырып жүргенде x куб минус 5x минус 12 болады. Енді бұл кубтық теңдеу болып тұр. Ол теңдеуді шешу үшін біз 12-ның бөлгіштерін тексеріп көруге болады. Тексеріп көре аламыз. 12-ның бөлгіштері қандай? Бұлар 2, 2, 3. Олар 1 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, немесе 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4 болуы мүмкін, немесе 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6 болуы мүмкін, немесе 2 мен 2-ның және оны 3-ке көбейткендегі мән, яғни 12-ның өзі болуы мүмкін. Тексеруге ең оңай
вариант ол x-тің орнына бірді қойып көру. Бірді қойып көретін болсақ, бірдің кубы азайтылынған 5 азайтылынған 12. Бұл тең емес нөлге. Келесі, 2-нің кубын қойсақ, 2 азайтылынған 5 көбейтілген 2 азайтылынған 12. Бұл да нөлге тең емес, себебі 2-нің кубы 8 минус 10 уже минус 2. Оған еще тағы 12-ні азайтамыз содан. Ал 3-ті қойып көрсек, 3-тің кубы минус 5 көбейтілген 3 минус 12 тең. Мына жерде 27 азайтылынған 15 азайтылынған 12. Бұл нөлге тең. Яғни осы екі санның қосындысы 3-ке тең. Қарап отырсаңыздар, иррационал сандар секілді. Бірақ қосындысы бүтін санға, тіпті натурал санға тең болып тұр деп айтуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыз.